Ең әуелі бисмиллахир-рахманир-рахим деп бүгінгі имбирный шайымызды дайындаймыз. Имбирный шайымызды дайындау үшін бізге ең әуелі бір дана имбир және лимон қажет. Ең әуелі имбиріміздің сыртын жуып, тазалап, имбирімізді жұқарақ етіп кесіп шығамыз. Енді бізде бұл имбир шайы несімен маңызды, несімен пайдалы? Бұл имбир шайының құрамында А, В, С және В1, В2 витаминдері бар. Бұл иммунитетті көтереді, тұмауға пайдасы бар және арықтауға көмектеседі. Бұл имбир шайы қан айналымын жақсартады. Және де бұның пайдасы мен зияны да бар. Имбир шайын ең әуелі жүктіліктің алғашқы кезеңдерінде ішуге болады. Себебі біздің жүрегіміз айнығанда жүрек айнығанын басады деп береді. Бірақ имбир шайын екінші кезеңінде ішуге болмайды. Себебі біздің давлениемізді төмендетіп жіберуі мүмкін. Және де бұл имбир шайы тұмауды емдегенімен дене қызуы жоғары кезде ішуге болмайды. Бүйректе тасы барларға және де гастрит, асқазан ауруларында ішуге болмайды. Бұның құрамында қышқыл өте көп. Енді біз имбир шайын дайындау үшін 3-4 дана кесілген имбир және оған қайнаған ыстық суымызды құямыз. Ыстық суды құйып, кішкене ғана демдейміз. Бетін жауып демдеп қоямыз. Енді оған біз бірден лимонымызды салуымызға болмайды. Себебі бізге табиғи күшін жоғалтпағаны қажет. Лимонымызды имбир кішкене дайындалып болғаннан кейін барып лимонымызды саламыз және балды салып ішсек болады. Және де бұл имбир шайы бізге өте пайдалы. Имбир шайын ішіп, емделіп, қажеттеріңізге жаратсаңыздар болады.